Лукас аппараты. Бұл жаңа жүрек өкпе реанимациясын жасау кездегі эффективті жасауға массажды соған арналған өте ыңғайлы аппарат. Бұның мынандай адамның, мысалы адам жатыр, адамның астына қойылады. Мына аппараттың өзінің екі аяғы бар, осы аяққа. Так, мына жерде адам жатыр. Қараңыздар. Бірді басамыз. Бірді бассақ, мынаны реттейміз. Бұлай жаңа адамның өкпесі мысалы примерно 30 деңгей өлшеуде. Көрдіңіздер ғой? Массаж жасап жатыр, өте эффективті массаж. Осыны қойып, бұның екі несі бар. 32 и непрерывный деген. Үзіліссіз массаж жасай береді. 32-сі жаңағы 30 жасағаннан кейін өзі звук шығарады, жаңағы ауа беру керек деген. Ал арасында жаңағы интубация жасаған кезде, жаңағы кедергі дефибрилляция жасаған кезде, кедергі болған кезде паузаны басамыз. Паузаны басып жасайтынымызды жасап аламыз да, ары қарай 32 немесе непрерывный жасай береміз.